Құрметті тыңдармандар, әңгімені тыңдамас бұрын лайк басып арнаны қолдап жіберуіңізді сұраймын. Біз көше бойымен баяу аяңдап келе жаттық. Ал мені ішімнен қызығушылық пен шыдамсыздық жеп барады. Неге бәрі жұмбақтап сөйлейді осы ауылда? Неге бәрінен қысып сұрау керек? Нені жасырып жүрсіздер? Дедім мен шыдамай. Дәл сол сәтте біз Гарбуз атаның үйіне жақындап қалдық. Ол маған көзінің астымен қулана қарап, кішкентай баладай жасқанып, қақпадан ішке сүңгіп кетті. Бірақ мен Игнатий Романовичті ешқайда жібермеймін деп бекіндім. Үйге кіргенде, үй иесі асықпай, бақшасынан бір қарбызды әкеліп, жуып, үстелге қойды. Әр ісін әдейі баяу жасайтын сияқты. Уақытты созып, әңгімені бастамаудың амалын істеп отырды. Айтыңызшы енді, дедім мен қатаңдау үнмен. Ол қарбызды екіге жарып, ағаш орындыққа жайғасқан сәтте. Нені айт дейсің, балам, деп ол күрсінді. Ескі әңгіме ғой бұл. Соғыстан кейін осында көшіп келгенмін. Сол кезде ағам мені үйлендірмек болып әуреленді. Сол жылдары жесір әйелдер көп еді. Қалағаныңды таңда дегендей. Бірақ менің ішіме бір түйін қатып қалған еді. Бүкіл отбасымды жоғалтқаннан кейін әйел алу, қайта өмір бастау деген ойдың өзі жиіркенішті болатын. Өзімді сатқын секілді сезіндім. Сөйтсем, сол кезде Варвара деген бір әйел бар екен. Оның маған көзі түсіпті. Сол ана үйдегі сиқыршы Варвара ма? Дедім мен қолыммен әлгі үйге қарай нұсқап. Иә, сол, деді қарт басын изеп. Есімі Варвара. Содан бастап ол менің үйіме жиі келетін болды. Бірде еден жуып кетеді, бірде жыртылған көйлегімді жамап береді. Кейде бәліш пісіріп әкеледі, не ботқа жасап әуре болады. Бірақ мен оның асын ішпейтінмін, бәрін иттерге тастайтынмын. Дәмі бір түрлі еді. Бәрінен дерлік ащы жусанның иісі шығатын. Өзі болса әдемі киініп, бір бұрылып, бір толғанып, наздығында аямайтыны сөз жоқ. Ерге тиіп, үйлі болғысы келген әйелдің түрі. Қарт сәл үнсіз қалды. Алыстағы бір естелігін іздегендей көзін сығырайтып отырды. Сосын жымайып, әңгімесін жалғады. Бір күні мен аяғымды жаралап алдым. Дәлірек айтсам, бір жас жігіт шалалығынан шалғысымен орып кетті. Бұның өзі таңғаларлық, бәрі сондай бір түсініксіз жағдайда болды. Жә, оны қойшы. Сол жарадан кейін жүре алмай төсекте жаттым. Дәрігер күтіп едік. Ол заманда жедел жәрдем деген бола ма? Бүгін келеме, болмаса ертең келеме, бәлкім арғы күні бола ма? Бір Құдай біледі. Ауылдастар менің жағдайымды білуге келіп, өзің ауруханаға баруың керек. Әйтпесе өліп кетерсің десті. Сол кезде Варвара кіріп келді де, қажеті жоқ, өзім емдеймін деп, бәрін үйден шығарып жіберді. Ол заманда оны бәрі қатты сыйлайтын. Бәлкім қорқатын да шығар. Не десе де қарсы келмейтін. Сөйтіп бәрі тарады. Мені ешкім сұрағанда жоқ. Бастады енді. Біресе еден сыпырып, біресе отты көсеп, бірде шөп тұндырма қайнатып, бірде күбірлеп сөйлеп жүреді. Бірақ менің жарама көзде салған жоқ. Әй, мені емдеймін дедің ғой. Емдемейсің бе енді? Тамақты өзім-ақ пісіре алам, дедім мен бір күні. Ол болса маған, сені емдеп қайтем, сен маған аяқсыз да жарайсың деді. Сонда мен шынымен шошып кеттім. Бір гәп бәрін түсіндім. Ол үйден өз шаруаларымен шыққан бойда, мен бар күшімді жинап, киініп, пештің жанынан ұзын темірді шымшуырды тауып, соны сүйеніш қылып, Вераның үйіне қарай сүйретіліп шықтым. Ол да жаңадан келген кез еді. Бірақ ел арасында жақсы емші деген атағы лезде тараған. Вера мені көрген сәтте шошып кетті. Сәл кешкеніңде аяғынан айырылар едің деді.
Сөйтті де мені жазғы үйге кіргізіп, сыртымнан құлыптап қойды. Қайдағы бір шөптерді қайнатып, әлденелерді күбірлеп оқып, түтіннен көз ашпайтындай бірдеңелерді жағып, кәдімгідей шамандық ем істеп жатқандай болды. Варвараны үйге жолатпады. Тіпті есіктің маңына жуытқан жоқ. Мен өз аяғыммен жерді басып, аулаға шықпағанымша мені жіберген жоқ. Содан бері Вера екеуміз ажырамас дос болып кеттік. Бірақ Варвара, ол Вераны жек көріп қалды. Еркегімді тартып алды, деп айғайлап көшеде көрген сайын қарғыс айтып аузы жабылмайтын. Тыныш өмір бермеймін деп ант ішкендей, өмір бойы соңымыздан лағнет жаудырып жүрді. Уақыт өтті, қартайдық. Вера жоқ болды. Ал Варвара әлі де тоқтар емес. Сонда, мүмкін сол шығар, Вера жейді, дедім мен тез қимылмен, саусағыммен тамақтан өткізгендей көрсетіп. Жоқ, Игнатий Романович қолын сермеді. Жек көрді, я, бірақ адам өлтірерлік емес шығар. Оның не ойлаған сіз қайдан білесіз? Оның басында не барын? Мүмкін дәл соншалықты жек көрген шығар. Мен оны алғаш көрген сәтте ол маған сондай күшті қарғыс жібергеннен тұла бойым дір ете түсті. Ондай зұлымдықты мен өмірімде сезген емеспін. Бір қаланы түгел жайпап кетердей өшпенділігі бар оның даусында. Жоқ, саған солай көрінген ғой, деді қария. Ол маған ғана ашулы болды. Сізге дейсіз бе? Бірақ айтқан сөздері түгел маған арналды. Әй, қыз деп бастады ғой. Тіпті өз шешемде ондай ыза жоқ шығар. Ал мына кемпір тұтас бір қара тастай, таза жек көрушіліктің өзі. Және бұл тек сізге ғана қатысты емес сияқты. Бұның сізден басталмағаны анық. Сіз айттыңыз ғой, бірдеңелерді күбірлеп жүретін деп. Демек, ол тек шөп қайнатып жүрген жоқ. Сыйқырлы сөздерін оқып жүрген. Бұл не деген сөз? Не басыңызды айналдырып алғысы келді, не қарғап жүрген. Екінші болжам дұрысырақ болар. Демек, сізді немесе сіз арқылы бірдеңені қолға алмақ болған. Бәлкім, сіз оған құрал ретінде керек болғансыз. Бәлішке салатын салма секілді. Сондықтан да ол үшін сіздің аяғыңыздың бар жоғы маңызды болмаған, дедім мен ойымды жинақтап. Қария күрсінді. Иә, Вера да дәл солай айтқан еді. Бірақ мен сенбеймін бұған. Сенесіз бе, сенбейсіз бе? Айырмасы не? Адам өлтіру үшін сыйқырдың да керегі жоқ қой. Ал ол болса, сіздің өліміңізді шын қалаған. Мүмкін сіз оның үмітін күйретіп көңілін қалдырдыңыз. Мен орнымнан тұрдым. Жарайды, Игнатий Романович, мен кетейін. Қоштасып сыртқа шықтым. Ауамен бірге ой да ауырлап кетті. Бір жұмбақ ашылды деп ойласам, бірақ керісінше енді тіпті көбейіп кетті. Ал әлгі қарғыс атқан кемпір қайдан сап ете түскенін білмеймін. Бір жыл бойы осы ауылда тұрып атында естімеппін. Ал енді міне, көз алдымда нағыз сиқыршы. Тектілігімен, ашуымен, қасіретімен. Қарғысын да әдемі жаудырады. Қабат-қабат, тура шебер қолынан шыққан өрнек секілді. Қайдан ғана осынша күш алады екен? Бұның бәрі қайдан ғана шығады екен осы ауылдан? Күн ұзақ әрі ыстық болды. Тура да ауыспалы мағынасында. Сондықтан кешке терезені жаппай ашық қалдырдым. Сырттан салқын самал есіп, түннің тыныштығы үйге сіңе бастаған. Көп ұзамай Макс келіп, аулада тұрған самалжайға ұйықтауға әзірлене бастады. Ашық тұрған терезені көріп күбірлеп сұрады. Надь, терезені неге жаппадың? Масалар қаптап кіріп кетеді ғой. Кірмейді, дедім мен жайбарақат. Сенің әжеңнің сиқырлы жақпасын пайдаландым ғой. Терезеден оның басы пайда болды. Қандай жақпа? Мен неге білмеймін ол туралы? Алдап кеттім аңқауды, деп күліп жібердім. Дәл сол сәтте күтпеген нәрсе болды. Бұрыш жақтан айқай салған долы дыбыс естілді де, қара түннен ұшып шыққан алып қара мысық Максқа тап берді. Қорыққаннан екеумізде айқайлап жібердік. Макс орнынан ыршып түсті. Ал мен қолымды созып,
оны терезеден ішке тарта бастадым. Жартылай ішке кіргізіп үлгердім. Мысық оның шалбарына жармасып, тырнағымен жабысты. Макс аяғымен серпіп қалды да, әлгі мақұлықты ұшырып жіберді. Өзі болса терезеден бөлмеге қарғып түсті. «Бұл не өзі?» деді ол ентігіп. «Бір жынырған мысық қой бұл. Бұндай алып мысықты өмірі көрген емеспін». «Я, құтырған сияқты. Бірақ меніңше, бұл еркек мысық емес, ұрғашысы», дедім мен сабырға келе бастап. «Сенің әжеңнің ең зұлым дұшпаны, Варвара деген сиқыршы ғой, сол болар, ауылдың шетінде тұратын». «Қойш», деді Макс абдырап. «Рас па не?» Осы кезде әлгі хайуан тағы лап берді. Үйдің қабырғасына қарай жүгіріп келіп, тырнағымен өрмелей жөнеліп, терезеден ішке кіруге тағы бір көрді. Макс енді дайын еді. Шап беріп, шоқтығынан ұстап, сыртқа лақтырып жіберді. «Бұл бір дені дұрыс емес мысық қой. Терезені жабу керек. Әйтпесе бүкіл үйді төңкеріп, барлығымызды тістеп кетер. Құдай білет, расымен құтырған ауруы бар шығар». Мысық айналып түсіп, 4 аяғымен жерге қадалды да, сілкініп қайта шабуға ыңғайланды. Сол сәтте самалжай жақтан қатты «ух» деген дауыс шықты. Біздің бақтағы алмұрт ағашының басынан алып үкі ұшып келіп, бізге шауып келе жатқан мысықты тырнағымен іліп алды да, қанатын қағып, аласа ұшып, ауыл шетіне қарай ала жөнелді. «Мынау не деген керемет?» деді Макс аңтаң болып. «Үкі қайдан шыққан бізде?» «Ана жерден», деп мен бақтағы үлкен алмұрт ағашының ұшар басын нұсқадым. «Бір болжамым бар, бірақ айтсам, сен күлесің». «Енді күлмеймін-ау», деді ол кереуеттің шетіне отырып. «Қазір күлкі емес, қорқыныш билеп тұр. Самалжайда енді ұйықтай алмаймын. Құтырған мысық түнде қайта келіп тамағымды жұлып кетпесін». «Неге сонда ұйықтап жүрсің өзі? Отбасыңмен татуластың да, бірақ өз үйіңде түнемей жүрсің». «Үйде тыныштық жоқ», деді ол иығын жылыстатып. «Біресе су ішем, біресе тамақ жейм, біресе сием, біресе кәкетем. Түннің жартысы ұйықтатумен өтеді». Мен күліп жібердім. «Міне, бұл шындыққа ұқсайды. Ал сен болсаң, бәрін романтика деп алдаусыратқансың ғой». «Түсінем, бірақ егер қаласың, Ленаның бөлмесін ұсыналам. Тек ол жерде сенің әжең біраз жұмыс істеп кеткен», деді мысқылдап. «Жоқ, мен өз үйіме кетем», деді Макс терезеге еңкейіп. «Әйтпесе біреу көріп қалса, өсек аяңнан көз ашпаймыз». Ол сыртқа көз тастады. Енді ғана аяғын терезеден асырғанда, кенет тоқтап, бұрылып, маған қарады. «Айтшы, сенің әлгі осы жөнінде ойың қандай еді өзі?» «Мистикалық», дедім мен күліп. «Сиқыршылар, дуагерлер, тылсым күш туралы. Тыңдайсың ба?» «Тыңдайым», деді ол байыппен терезеден қайта кірді де креслоға отыра кетті. «Сонымен, меніңше ол мысық кәдімгі ауыспалы кейіптегі сиқыршы. Сендердің ауыл шетіндегі Варвара. Ал ана үкі сенің әжең. Кешір, сенің әжең тірі ме, әлдеқашан о дүниеге аттанып кетті ме білмеймін. Оның қайда жоқ болып кеткенін әлі де түсіне алмадым». Макс қабағын көтеріп мысқылдай жымиып қойды. Жақсы, қиялың кең екен. Әжемнің енді іші пысып, үкі болайыншы деп шешкен ғой, бірақ мутабор деген сөзді ұмытып кетіп, қайта адамға айнала алмай қалған ғой, Мен бір сәтке, ол шынайы айтып тұрма деп тыңдап қалыппын да, мәнім бірден ұқпай қалдым. «Қайдағы мутабор деген сөз?» дедім таңданып. «Ей, мультфильм есіңде ме? Халиф Аист деген», деп күлді Макс. «Тфу, сен шынайы айтып тұр екен десем, қалжыңдап тұр екенсің ғой», дедім ренжігенсіп. «Надь», деді ол сабырмен, «ештеңені ойлап таппаш. Бұл жай ғана мысық, ал үкі кәдімгі құс». «Кәдімгі дейсің бе?» деп мен қабағымды түйдім. «Сен көп көрдің бе сондай кәдімгі үкілерді? Тура ауылдың ортасында, алмұрт ағашында ұя салып отырған». «Я, мойындайым, көрген емеспін», деді ол ойланып. «Бірақ бәлкім адасып ұшып келген шығар». Ал мысық болса, тура сол мезетте адасып кіріп келген бе?
Макс, өзің айттың ғой, бұндай алып мысықты өмірі көрмегенмін деп. Меніңше бұл жай ғана сәйкестік емес. Мен өз көзіммен осы ауылда сарғыш, сұры, жолақты, тіпті сұрғылт ала түсті мысықтарды көрдім. Бірақ дәл осындай алып қараны ешқашан. Білесің бе, деді Макс кенет сәл төмен дауыспен. Ал мен көргенмін. Бірақ ол баяғыда еді. Мен кішкентай бала кезімде. Сол кезде бір мысық шабуылдаған, бірақ маған емес, әжеме. Әжем оны ұстап алып, қапқа салып алып кеткен еді. Бірақ ары қарай не істегенін білмеймін. Не істеді дейсің бе? Баяғыша ауыл сыртына апарып босатып жіберген ғой, дедім мен. Ол адам өлтіретін кісі емес. Айтшы, Макс, өз әжеңнің өмірі туралы не білесің? Көп нәрсе білем деп ойлаймын. Оны неге сұрадың? Жоқ, нақты айтшы. Оның жеке өмірі туралы не білесің? Оның сиқыршылық істері жайында. Макс аузын ашты да бір сәт үнсіз қалды. Терең тыныстап алып баяу ғана. Шынында да, мен әжем туралы көп нәрсені білмейді екенмін, деді таңданыс пен қорқыныш аралас үнмен, маған көз алмай қарап. Міне, деді мен жайлап. Бұл ешқандай сиқыр емес, жай ғана дедукция. Шерлок Холмс пен мистер Пуаро қолданған тәсіл, қарапайым дедукция. Мен де бұрын өзімді қарапайым адам санайтынмын. Әдеттегі ауылда қарапайым адамдардың ортасында күнделікті өмір сүріп жатырмын деп ойлағанмын. Кейін маған берілген тылсым күшті есептемегенде, осындай тосын сыйлар басталды. Ал әжең бір түрлі нәрселерді айтқаннан кейде өмір сүргімде келмейді. Тек тығылып, өз күшімді жасырып, үнсіз тышқан сияқты тіршілік еткім келеді. Надь, сен шектен асып барасың, деді Макс кекете күліп. Ешқандай да асқан жоқпын, деді мен байыппен. Айтшы, сенің әжеңмен КГБ қызыққан жоқ па? Қайдағы КГБ, айтасың ау, ол кәдімгі шөптен дәрі жасайтын емші ғана ғой. Емші дейсің бе? Сен өзі маған неше рет әжем айтты, әжем үйретті деп айтқаның бар? Енді өзің ойланшы. Сен күнде кешке не істеп жүрсің? Дұрыс, мені үйретіп жүрсің. Ол сені бала кезіңнен осы сәтке дайындады. Осы білімді маған жеткізсін деп. Бұны ашып айтпасақ та, екеуміз де түсініп отырмыз. Яғни сенің әжең кәдімгі көріпкел болған, әрі өте мықты. Ал ондай адамдарды билік өмір бойы аңдыған, әлі де аңдып келеді. Ойлана келе, мен өз атам да жай емші болмаған шығар деймін. Бір рет мен әжеме өзімнің дарындылығым жайлы айтқанымда, ол шошып кетті. Байғұс бала, не жаздың сонша? Тыныш жүр, КГБ біліп қалмасын, деп жылап жіберді. Үлкендеріміздің о дүниелік болғаны бізге қиын болды. Түсіндіріп беретін ешкім жоқ. Біз солардың көлеңкесін сипап жүрген соқыр марғаулар секілдіміз. Ал сенің әжең жөнінде де бәрі күмәнді. Бірақ мен ол үкі сол болғанына сенімдімін. Не өзі, не рухы, не басқа бір бейнесі, бірақ сол. Макс орнынан тұрды. Білесің ба, Надежда, сен бар ғой, өз дарындылығыңмен алжасайын дедің. Үйрететін уақыт аяқталды. Одан басқа мен жуырда кетем. Ал сен сол кезде қиялыңды тежей тұр. Әйтпесе қайдағы жоқ мысықтарды, үкілерді, сиқыршыларды ойдан шығарып жүрсің. Ойдан шығарып дейсің бе? Дедім мен ашулана. Ал тереземнің түбінен ішке секіріп кірген кім сонда? Кімге қара мысық тап берді? Сен мысықты да, үкіні де көрмегендей сөйлейсің ау? Дәл сол сәтте үйдің түкпірінен сандық жақтан әлде бір сыбыр естілді. Мен бір сәтке жалт қарадым. Қайта бұрылғанда жүрегім тоқтап қала жаздады. Менің алдымда отырған Макс енді басқа еді. Сол адам, бірақ жасы үлкенірек, үстінде әскери форма, иығында лейтенант шенінің белгісі. Ал жүзі мен қолы түгел қанға боялған. Мен тіпті демімді ішіме тартып, қатып қалдым. Сол сәтте елес секілді бейне көз алдымда сөнді де, қайтадан баяғы Макс тұрды. Өзіме таныс, үйреніп қалған сабырлы көршім. Макс, сен әскери адамсың ба? Деп сыбырладым.
Бірақ оның түрі күрт өзгеріп, қатқыл тартып кетті. Жоқ, деді ол біртүрлі үнмен. Жақсы, мен кеттім. Қайырлы түн. Ол теріс айналып терезеден секіріп түсті. Мен оның сыртқа шығып, көрпесін жинап, өз үйіне кетіп бара жатқанын көрдім. Ертеңгісін мен әлі оянып үлгермей жатқанда, тереземді біреу тықылдатты. Надя, деп шақырды таныс дауыс. Кешірш, кешегі сөздерім үшін. Мүмкін сен дұрыс айтқан шығарсың. Түні бойы ойландым. Расымен, әжем мен үкінің арасында байланыс бар шығар. Бала кезімде мен әжемнің сандығын ақтарған едім. Сонда бір ғажайып сақина тапқанмын. Кәдімгі алтын, үстінен қарасаң, жай жүзік, ал бүйірінен қарасаң, тұрғанымен үкінің бейнесі. Әжем көріп қалды да, шапалақтан бір тартып, қатаң түрде сандықты ашпа деп ескертті. Иә, бізде бәрі үкімен байланысты еді. Ыдыстарда үкінің бейнесі салынған, сүлгілерде үкі кестеленген, бәрінде сол бейне. Бүкіл өмірімді осы ауылда өткізсем де, мен үшін осы жайттардың барлығы тым оғаш. Бірақ көргенімді көрмегенсіп, болғанды жоққа шығара алмайсың. Кеше мені тістемек болған мысық та тегін емес. Бала кезімнен осыларды көріп өскенмен, әлдеқашан бұны қабылдауым керек еді. Жарайды, татуластық де, дедім мен күліп. Кешке жолығармыз. Ол кетіп бара жатқанда мен қолымды бұлғап, жұмысқа жинала бастадым. Түстен кейін қонақтар келді. Наташка күйеуімен әкесінің ескі Жигулиін алып, ауылды бағындырмақ болыпты. Оларды көргенде еріксіз күлдім. Менің үйіме апаратын жолда бір қора бала шиқылдап, шулап жүгіріп келе жатыр. Ал олардың артынан ескі көлік сүйретіліп келе жатты. Үйге жеткен соң, балалар бір ауыздан сәлеметсіз бе деп айқайлап, жан-жаққа бытырап кетті. Наташка қуанып құшақтай алды. Қуанышты айқай, күлкі, сүйісулер. Сосын үйге кіріп, ол креслоға жайғасты. Ал, айта бер, қалай тұрып жатырсың мұнда? Жиһазың керемет екен. Осындайды мен де армандаймын. Жиһаз менікі емес, сұрап алам деп ойлама, дедім күліп. Бұрынғы иесінен қалған. Өзі тірі ме, өлі ме, белгісіз. Ал үйдің мұрагері мына көрші. Ана жақта, шарбақтың ар жағында тұрады. Бізден тартып алмай, қолдануға рұқсат бергеніне рахмет. Қандай мұрагер? Неше жаста? Сүйкімді ме өзі? Деді Наташка күйеуіне көз қиығын тастап күлімдеп. 24-те. Сүйкімді ғана емес. Әдемі. Бірақ, дедім бір сәтке кідіріп, оның қызы бар. Ал біз жақсы достармыз. Наташа ернін бұртитты. Әлі әйелі болған жоқ. Демек, үміт бар, деп тістеніп қойды ол. Наташ, тынышталш, сабаңа кел, деді күйеуі. Неге барған жерде ұрыс шығарасың? Адамның өз өмірі бар ғой. Онан да барып, сөмкелерді ішке кіргізіп реттесеңші. Сосын маған бұрылды. Әжең салып жіберген заттар машинаға әрең сыйды. Тіпті жоғары көтеріле алмай, бауырын сүйреп кетті. Иә, саған, деп мұрнын шүйірді Наташа. Надяның сөмкелерін мен ақтармайым. Өзінің дүниесі, өзі ақ реттесін. Ал сен онан да біздің шампанымызды үйге кіргіз. Әйтпесе ыстық кіреберісте тұрса, ішуге жарамай қалады. Ту, сендер не? Жындысыңдар ма? Қайдағы шампан? Дедім мен таңданып. Кеңестік, жартылай тәтті, басқа қандай болсын, деп Наташа күлімсіреді. Қалайша бәрін өз бетімен қалдырамыз? Сен өткенде тойға келмедің, бірақ керемет сыйлық бердің. Ал біз ең болмаса жуып жіберуге де жарамадық. Олай болмайды. Надь, шын ғой, деп Юра әйелінің сөзін қостады. Ренжіме енді. Біз сөмкелерді ақтарып болған соң, мені бір ой мазалады. Қайда жатқызам бұларды? Кереуетті қонақтарға беруге болар еді, бірақ онда өзім қайда жатам. Егер әженің ашушаң мінезі болмағанда, бәрі оңай шешілер еді. Қонақтарды өз орныма жатқызып, ал өзім қоймада Ленаның төсегіне жатайын деген ой келді. Бірақ әжей жай жатқызбай, келген қонақтарға арнап концерт көрсетеме деп алаңдадым. Дәл сол кезде Люба тәте кіріп келіп, бәрін шешіп берді. Надя, саған қонақтар келген бе?
Түней ме? Түнейміз, деп жауап берді Наташа. Онда былай істеңдер. Бізден 2 матрас алып кетіңдер. Кіреберістегі ағаш сәкі орындықтарды біріктіріп, үстіне матрас төсесеңдер, төсектен де жақсы болады. Ал егер душ керек болса, бізге келіңдер. Бөшкедегі су бәріңе де жетеді. Тамаша! Наташа қуана алақанын соқты. Ал егер орындықсыз матрасты еденге төсесек бола ма? Ленаның бөлмесі бос тұр ғой, кең, таза. Болады, деді мен шешімді түрде. Маған тіпті жақсы. Бәрін жатқызады алам, әрі әбігерленбеймін. Юра матрасты алуға кетті. Ал біз мерекелік дастархан жаюға кірістік. Оңаша қалғанда Наташа соңғы жаңалықтармен бөлісе бастады. Надь, өткенде сен келіп кеткеннен кейін, әкем ертеңінде ұйқысынан тұрып, жуынып, киініп, жұмысқа кетті. Содан бері бір тамшы да ішкен жоқ. Маған енді бұл керек емес дейді. Саған мың алғыс құрбым. Мен саған өткен аптада келгім келген еді. Бірақ Ленаның оралайын деп жатқанын естіп, сәл кідіріп, оны өз көзіммен көріп не боларын көрейін дегем, деді де маған жымия қарады. Айтсаңшы енді, деп мен шыдай алмадым. Қайтып келді. Жалғыз. Байымен айырылысқан сияқты. Әуежайдан бірден түсе сала маған келгенде сияқты. Ол менімен өткенде мен барып жүрген балгерге барғысы келді. Сонымен кемпірге келдік. Кемпір маған қарап күлімсіреп, жарайсың қызым, тәкаппарлығыңды жеңіп, кешірім сұрадың, енді бақ ырыс өзіңмен бірге деді. Мен бірден түсіндім, ол сен туралы айтып тұрғанын. Ал Ленаны көргенде, түрі өзгеріп қатуланып кетті. Қолындағы карталарды жайып тастап, не болды бұлбұлым, тіліңнің кесірін көрдің бе? Енді өзің егіп алғаныңды орасың деді. Лена тұрып ашуланып есікті тарс жауып, жол бойы оны боқтап қарғап жетті. Ақымағы менемене айтшы. Наташ, мен енді тек бір нәрсені тілейм, дедім мен ауыр күрсініп. Ол тезірек киімін алып, бұл жерден кетсе екен. Оны көргім де, естігім де келмейді. Шамамен 10 минуттан кейін Юра қайтып келді. Надь, көршілерің керемет екен. Мен қай училищеде оқығанымды естіп, Боряғай тіпті өзі самогон құйып берді. Зорға қашып шықтым. Айтпақшы, байқамай оларды қонаққа шақырып қойдым. Кешірш. Юра, неге сондай қиын адамсың? Деп Наташа ашуланды. Қой, дедім мен жымиып. Дұрыс істегенсің. Көршілерім расымен тамаша адамдар. Ұлдары биыл училищеге түсті. Бонусына мен де өз үлесімді қостым. Леха, сол бала ма? Юра, есіңде ме біз оған барғанбыз? Надя, сол ма? Я, дәл өзі, деп күлдім мен. Тоқтаңдар, мен әлі оны Ленадан құтқаруға кімнің үлес қосқанын айтам. Онда сен де самогон ішуден құтыла алмайсың, деп тарқылдап күлдім. Біз дастарханды үйдің алмұрт ағашының астына жайдық. Ауа тап-таза, самал жел жапырақтарды сыбырлатып тұр. Үстеліміз көздің жауын алады. Рюмка мен стақандардың орнына саптаяқтарды қойсақ та, түрі сәнді, көңіл көтеріңкі. Осы бір көне үстел алғаш рет бір жыл ішінде өз қызметіне жарады. Боряғай әдеттегідей өзінің қасиетті сусынын самогонды алып келіпті. Біз бұған еш таңғалмадық, бірақ сол сусынды ішетіндерден ол жалғыз болып шықты. Сол себепті көпшіліктің талабы бойынша бәрі шампан ішіп отырды. Ал Боряғай болса, әр саптаяқты көтерген сайын қабағын түйіп басын шайқайтын. Кештің қызған шағында Юра орнынан атып тұрып, «Макс!» деп айқайлап жіберді. Біз Наташамен бірге отыр едік. Арқамыз Макстың үйі жаққа қараған. Сондықтан бірден не болғанын түсінбедік. Юра дастарханнан ұшып тұрып сол жаққа беттеді. Бір қарасақ алдынан Макс шығып келеді. Екеуі құшақтасып, иық қағысып, бірдеңелерді күбірлеп сөйлесіп жатты. «Әй, Макс, Юра, не болды сендерге? Келіңдер дастархан басына», деп дауыстадым мен. Біраздан соң олар күлісіп бізге қарай беттеді. «Мен түсінбедім, сендер бір-бірлеріңді бұрыннан танисыңдар ма?» деп таңданды Наташа. «Әрине, 3 жыл болды», Юра жай ғана жауап қатты. «Сонда, қайдан таныстыңдар?» «Сұрақты жаудырдың ғой. Сен мені қызғанып тұрсың ба?» деп әзілдеді күйеуі.
Саябақтағы дискотекада танысқанбыз. Сол кезде бір шатаққа тап болып едім, Макс маған көмектесті. Деді Наташа көңілі суып. Сен нені күтіп едің? Юра күліп жіберді. Романтикалық оқиғаны ма? Мен әңгіме ыңғайсыз бағытқа бұрылғанын сезіп, тез арада басқа арнаға бұрдым. Қадірлі Люба тәте, қарсы алдыңызда кім отырғанын білесіз бе? Біздің көршіміз күтпеген сұрақтан қақалып қалды. Кім? Алдыңызда менің құрбым отыр. Сол құрбым сіздің Лешаңызды үйленуден құтқарып қалған адам. Қой, деп күліп жіберді Боряғай. Ондай жаңалыққа ішпей отыру күнә. Юра шампан құюға ұмтылған еді, бірақ Боряғай қолын сілтеп тоқтатты. Жоқ, ондай оқиғаға лимонад жарамайды. Тек самогон. Саптаяқтарға самогон құйып, Боряғай бостандық үшін, ура, деп айқайлады. Қартайған сайын ақмақ болып барасың, деп Люба тәте көзінен жас шыққанша күлді. Кеш ұзаққа созылды. Боряғай ақыры өз самогонын жеңіп, әйелі оны сүйретіп үйіне алып кетті. Біз болса түннің соңына дейін әңгіме айтып күлісіп отырдық. Макс бірнеше рет үйіне кетпек болды. Бірақ Юра оны жібермеді. Тек таң сыз беріп, көз ілінер шақта әркім өз жатынына тарады. Кетер алдында бәріміз, ертең ұйқымызды қандырған соң, бүрсігүні таңмен тұрып, балық аулауға барамыз деп келістік. Сол түні бәрі тыныш өтті. Ешқандай айқай, ит, мысық, немесе құтырған кемпір көрінген жоқ. Тіпті масада болмады. Мен Ленаның бөлмесінде ұйықтап жатқан қонақтардың тынысын тыңдап, абайлап жаттым. Бірақ бәрі тыныш еді. Сондықтан өзім де баяу ұйқыға кете бардым. Таң енді ғана атып келе жатқанда, тереземнің ар жағынан сыбдыр естілді. Надь, сендерде бәрі дұрыс па? Деді Макс. Макс, сен не бала кезіңде Питер Пен деген лақап атпен жүргенсің бе? Дедім мен көзімді әрең ашып. Ол әдетінше тереземе шығып алып, аяқтарын сыртқа салбыратып отыр екен. Бәрі дұрыс, дедім жымиып. Ешқандай аң да, бақа да жоқ. Бәрін өзім бақыладым. Онда жақсы, ұйықтай бер, деді де секіріп түсіп көзден ғайып болды. Қолымнан келсе, деп күбірледім де қайта ұйықтап кеттім. Бірақ ұзақ ұйықтай алмадым. Төсегімнің бас жағынан бір түсініксіз дыбыс шықты. Сәлден соң түсіндім. Мен түнде будильникті жастығымның астына қойған едім. Сол шырылдап жатыр екен. Жуынған соң жұмысқа кеттім. Мектепке әрең жеттім. Бар ойым ұйқыда. Мектептің ішін бояғаннан кейін иіс әлі кетпепті. Ауасы тұншықтырардай ауыр. Бірақ амал жоқ. Терезелерді ашып, бәрін желдету керек. Сыныптарды аралап, терезелерді аштым да, мұғалімдер бөлмесіне кіріп, конспект жазайын деп отырдым. Дәптерді ашып, қаламды қолыма алдым. Сол күйінше ұйықтап кетіппін. Біреу арқамнан итеріп жібергеннен ояндым. Орнымнан атып тұрып айналама қарадым. Бәрі тыныш. Сағатқа көз салсам, түскі 2-ге таяп қалыпты. Демек 4 сағат бойы үстелде қисайып ұйықтаппын. Мойным сіресіп, аяғым үйіп қалған. 1-2 жаттығу жасап, бетімді сипап, есімді жиғамды, сырттан көліктің тежегіш дауысы естілді. Сыныптың терезесінен қарасам, машина тоқтап, ішінен районо меңгерушісімен 2 әйел түсіп келе жатыр. Осыдан кейін жолым болмайтын адаммын деп айтсам өтірік болады. Әйелдер кіріп, ресми сәлемдесті де, маған назар аудармай мектепті тексеруге кірісті. Әр бөлмеге бас сұғып, бірдеңелерді журналдарына түртіп алып жүрді. Мен есік аузында тұрып, өкідей көзімді бақырайтып, не істерімді білмедім. Сол сәтте миыма қорқынышты ой келді. Біттім. Бұлар бәрін түсініп қойды. Қазір мені маскүнем мұғалім деп шығарып тастайды. Жайлап қол жуғышқа қарай сырғыдым. Жанына ілінген айнаның алдына барып, өзімнің бейнеме мұқият қарап, жеңілдеп қалдым. Бәрі дұрыс. Не дегенмен жастық шақ қой. Ұйқымның қанғаны сол екен, кейіпім де қалпына келе қойды. Тіпті жүзіме қызғылт рең еніп, көзім де нұрланып кетіпті. Өзімді зерттеп болып жатқанда бастығым жақындап, «Жарайсыз, Надежда Викторовна. 4 жыл бойы жою керек деп жүрген кемшіліктерді бір реттен-ақ орнына келтірдіңіз.
деді риза болып. Мен жымиып қойдым. Комиссия ендігі қақпадан шыға бергенінде, районо меңгерушісі қайта оралып, маған жақындап: «Надежда, өткен жолы сені ренжітіп алдым. Ренжіме», деп сыбырлады. Мен арақ иісі шықпасын деп сәл бұрылып абайлап жауап бердім. «Ештеңе етпейді. Ұмытылды. Болады ғой ондай». «Ренжідің ғой. Ештеңе етпес. Бәрі өтеді», деді ол арқамнан сипап. Ол шығып кеткен соң жеңіл демалдым. Құдайға шүкір, мектеп әлі бояудың иісіне толы еді. Соның арқасында бәрі білінбей қалды. Сөйтіп мен күтпеген жерден мектепті жаңа оқу жылына дайын деп қабылдау комиссиясына тапсырдым. Ал таңертең барғым келмеген еді ғой, тексеріп жатқан ешкім жоқ деп. Бірақ тәртіпке деген сүйіспеншілігім жеңді. Мектепте де жұмыс табылады. Ал әлгі кемшіліктерді түзеген төраға еді. Соған алғыс айту керек. Мен ол кемшіліктер туралы мүлде білмеппін. Бұл мектепке келгенімде ешқандай журнал, былай жатқан бұйрық, тіпті бір парақ қағазда болмаған еді. Мектептен бір қора жаңалықпен келгенмен достарыммен бөліскім келді. Олар болса әлі ұйықтап жатыр екен. Шуды болдырмай самаурын мен табақты алып аулаға шықтым. Кеше дастархандағы ыдысты жуып үлгермеген едік. Бәрі үстел үстінде сүлгімен жабылған күйі тұр. Самаурынды көсеп, су қайнатып ыдысты жуып алдым. Сол сәтте қатты қарнымның ашқанын сездім. Ұйқының да қанар уақыты болды ғой. Не болса да оятайын деп үйге кірсем, Наташа мен Юра да оянып, ас үйде борщ пісіріп болып қалған екен. Өздерінше тосынсый жасапты. Түскі ас тағы да алмұрттың астында өтті. Әңгіме өзінен өзі ертеңгі жоспарға ауысты. Балыққа шығуға. Тек Максимді күту қалды. Ол келген соң бәріміз нақтылап, таңғы 4-те шығамыз деп келістік. Уақытпен есептесек, жетем дегенше, орналасам дегенше, дәл таңғы балық аулауға үлгереміз. Кім оятады? Надя, сен будильникті естисің бе? Деп сұрады Юра. Будильник несіне керек? Бізде онсыз да сағатсыз көкек бар ғой, деп Максимге саусағымды шошайттым. Қай уақытта да өзі оянып алып, басқасына ұйқы бермейді. Оятасың ба, Макс? Енді Юра одан сұрады. Макс басын изеді. Енді бәрі дайын. Құрттар қазылды, қармақтар байланды, шатыр тексерілді, желдетілді. Енді тек ұйықтау қалды. Барлығыңды ұйықтаңдар, деді Юра. Бірақ дәл осы сөзден кейін ұйқым қашып кетті. Юра мен Наташа тездетіп ыдысты жуып, оны үйге алып кірді де ұйқыға кетті. Макс та кеткен еді, бірақ біраздан соң қайта оралды. Сен неге әлі отырсың? Өзім де білмеймін. Ұйқым келмей тұр, дедім иығымды жылыстатып. Мектепте бүгін не болды? Тағы да ұрысты ма? Жоқ, керісінше, мақтап кетті. Бәрін жөндеп қойыпсың дейді. Ал мен ол кемшіліктердің барында білмеппін. Ол жақта төраға басшылық еткен еді. Үкі қайта көрінбеді ме? Жоқ, күндіз олар ұйықтайды ғой. Ал түнде сен өзің бізбен болдың. Көрсек бірге көрер едік. Макс, сен әжеңді сағынасың ба? Қатты сағындым, деді ол қысқа ғана. Бірақ сол бір сөздің өзінде соншалық ауыр мұң бар еді. Не болды екен оған, дедім байқамай. Максимнің жүзі бірден қатайып, көзі мұңға толды. Міне, бәрін бүлдірдің тағы да, деп ойладым іштей. Әңгіме үзіліп қалды. Оның үнемі құпиялығы шаршатты ма, әлде тыныштықты бұзғым келді ме? Осылай өз әңгімемді бастадым. Сенің ғана емес, менің де балалық шағым мәз болмады. Шешем мені өлердей жек көретін, ұрып соғатын. Сонда не үшін? Туғаным үшін бе? Мен кінәлі емеспін ғой? Бұл оның таңдауы болған. Өткенде сен мені осында қалай жіберді деп сұрадың. Мен кімнен сұрануым керек еді? Әкем долы әйелінен қашып құтылған. Анам болса менен құтылғанына қуанып жүрді. Әкем кеткен күні ол мені тоқтаусыз 1 сағат сабады. Сол күйінше үйден қуып шықты. Мен ол кезде не бары 14-те болғанмын. Атам мен әжемнің бар болғанына шүкір. Соларға бардым. Сондай аналар бола ма? Деп Макс таңғалды.
Болады, болғанда қандай. Мен ащы күрсіндім. Бірақ маған ешкім сенбейді. Анама жала жауып тұрмын деп ойлайды. Басында өзімнің өтірікші емес екенімді дәлелдегім келді. Кейін ересектер білгісі келмеген затқа білмегендей қарайтынын түсіндім де, мен тұйықталып қалдым. Сосын бұны айтуды қойдым. Бәрібір ешкім сенбейді. Кейін әжем мені біреумен келісіп, түнде еден жууға санитарка етіп ауруханаға жұмысқа тұрғызды. Ал күндіз мектепте оқыдым. Анам болса сол уақытта менің атыма түскен алиментті өзіне жұмсап жүрді. Әжем бір рет анамның хатпен 50 сом жібергенін айтты. 4 жылда бір рет салғаны. Сонда сенің атаң мен әжең сондай жақсы адамдар бола тұра, сені неге жұмысқа жіберген? Өздері асырай алмады ма? Деді Макс мысқыл аралас. Жоқ, олай ойлама. Өзім сұрандым. Киінгім келді. Адамша өмір сүргім келді. Атам мен әжемнен ақша сұрауға дәтім бармады. Адамдарды емдегенде, олардан ақы ретінде маған джинсы алдыр деп атама қалай айтам? Кейін атам жұмысым жайында білгенде, мені белдігімен сабап алды. Өмірімде бір-ақ рет, деп мен күлдім. Ал Лена осының бәрін біле ме? Менің балалығым жайлы ма? Жоқ, білмесін де. Макс басын шайқап түнгі аспанға қарады. Я, біз жоқ жердің бәрінде керемет өмір, деді Макс. Жан дүниемді ақтарғанымда, естігенімнің бары осы еді. Құрметті тыңдармандар, арнаны қолдап, егерде әңгімені басында лайк баспаған болсаңыз, қазір әлі де кеш емес. Лайк басып арнаны қолдап кетуіңізді сұраймын. Ал келесі бөлім ертең салынады.